Армысыздар менің YouTube тыңдармандарым, бір сәт әңгімесінің бірінші бөлімін баяндап беретін боламын. Каналыма тіркеліп, қолдау білдіріп қоюды ұмытпаңыз. Жоқ, ішпеймін, қарным аш емес деп зірк етіп есікті тарс жапқан Нұркеннің таңертеңгісін әйеліне бар айтқаны осы болды. Әдеттегідей жұмысына келді. Жедел жәрдем көлігінде жүргізуші болып жұмыс істеп жүргеніне бірнеше жылдан асқан. Жұмысына келе сала көп ойланды. Манағы сөзінің 30-ға кеп қалған жігіт ағасына лайық емес, орынсыз болғанын білді. Өз кінәсін сезінді. Еш ашуланбай, сұраққа алмай тамағын әзірлеп, киімін бүтіндеп беріп жүрген әйеліне әділетсіз қарағанын сезді. Қоңырау шалып әйелінен кешірім сұрағысы да келген. Арасында 100 граммнан тартып қою соңғы кездері күндегі әдеті болса да, бүгін бір түрлі жүрек тұсы шым ете қалды. Құлағы да шулайтындай. Таңертең үйден бұлай шығуына кешегі өзінің ісі себеп еді. Кеше той болды. Той дегенде де кенет күтпеген жерден 40 жылғы достары пайда болып, кездесулерін жууға бас қосты. Барлығы да жұбайларын үйлерінде қалдырып, тек өздері жиналған еді. Нұркен олардай салынып ішпейтін, бірақ осыншама жыл көріспеген достары етін қыздырып, жан-жақтан қолпаштап, бұған ащы судан тартқызып жіберді. Түнгі 10 шамасында қоңырау шалған әйелінің қоңырауын басып тастады. Телефоны қайта мазалаған жоқ. Қоңырауды көтерер еді, өздерін досы санайтындар, әйеліңе айтпасаң болмай ма, бір рет басып қосқанда, біздің жанымызда кім-ей ол, сынды сөздермен оны айнатып қойған. Достары Нұркеннің бұған дейінде әйелін ренжітіп жүргендігінен хабарсыз еді. Дегенмен көңілі орында болмады. Түнгі сағат 12 шамасында оралды үйіне. Әйелі әлі күтіп отыр екен. Ләм-мим деместен төсекке құлады. Миын жеп, қазбалап сұрау әйеліне жат дүние. Күйеуіне сенетін, ақымақ емес екендігін білетін. Аман келгеніне шүкір деп жанына жайғасты. Басы мең-зең болып төсектен таңғы 6-да тұрды. Дайын тұрған дастарханға көз салды да, басының сынып тұрғанын, қарны ашқанын сезді. Бірақ дос сымақтарының әйелдің айтқанымен жүрме, сен әйеліңді тым көп еркелетесің. Оларды керек кезінде сабап ал, жұмыс істесін, арам тамақ болмай. Шектен шықса ұру керек. Оларды бұлай ұстау керек деп жұдырықтарын түйіп көрсетіп, орынсыз мақтанға салын айтқан сөздері әлі де миында тұр. Бұл сөздердің Нұркеннің отбасына еш қатысы жоқ болса да, аздап қызбалыққа салынды. Бірақ әйеліне жұмыс істеме, балаға қара, сендерді өзім асыраймын. Ботамыз мектепке барғанша тәрбиеле, деп оны жұмысқа шығармаған да өзі болатын. Таңғы асты ішпей шықпайтын әдет еді. 100 граммен басын жазып алуға да болмайды. Жұмысы бар. Бұны білген әйелі тиісті заттарын жинап, шай құюға отырды. Бірақ Нұркен заттарын ғана алып, орнынан тұрып кетті. Әйеліне қарауға бет жоқ. Ащы суды ішуге болмайды, денсаулыққа зиян. Адамды хайуанға айналдырып, намыссыз қалдыратын дүние екенін біледі. Сол бір арам суды өзі де ешқашан құптаған емес, бірақ анда-санда осылай ұрынып қалады. Соңғы 2 жыл көлемде мұндай күндер тіпті жиіленіп кеткендей. Көптің аты көп, жан-жақтан қаумалағанда бас айналып қалды. Түні бойы оқылған лекцияның әсері әлі де бар. Шай ішіп алсаңшы, күн суық деген әйелінің сөзіне немқұрайлы жауап беріп долданып шыққанына өзін-өзі ашуланып отыр. Неге олай істегенін өзі де түсінбеді. Кінәлі өзі. Кешірімді де бұл сұрау керек. Кінәсі соңғы жылдардағы отбасына дұрыс көңіл бөлмей, теріс әдетке үйір бола бастағаны, жарына суық қабақ танытып жүргендігі. Әйтсе де тәкаппарлыққа ұқсас, жалған намысы әйелінің алдында бір рет иілуге бас бермей жүр. Қанша қатал, нағыз ер азаматқа ұқсап баққысы келсе де, көп қателік жіберетінін сезіп жүр. Бірақ бата алмайды. Бірнеше айда бір рет сыйланатын гүл де ботасына ойыншықта жоқ. Қанша өр көкірек болып көрінгісі келгенімен, бір күні әйелім кетіп қалама деп те қорқады. Гаухар үндемейді, бәрін ішінде сақтайды. Бас қосқан 5 жылдың ішінде Нұркенге бір ретте дауыс көтеріп, не қателігін бетіне басып, анауым жоқ, мынауым жоқ деп жылағандай емес. Онсыз да жұмысы көп, шаршап жүретін күйеуінің титықтап, миын жегісі келмейді.
ыңырсып мияулауды да ұнатпайды. Өзіне жарасымда қаталдығы, нәзіктігі бар. Тіпті 3 жыл бұрын шешесі өлген естірткенде де сабыр сақтап, көзіне жас алмай, тек Нұркенді қатты құшақтап тұрды да, «Нұрым-ау» деді. Нұркенді осылай еркелетеді. Нұркен денесіне батып кеткен Гаухардың қолдарын ауырсынып, мұны жайлап босатып өз құшағына алғаны бар. Есіне алса, содан бері Гаухарды сол кездегідей құшағына да алмапты-ау. Дәл қазір сол бір сәттің неге есіне түсіп тұрғанын түсінбейді Нұркен. Анасы кеткеннен бастап Гаухардың тұйықталып, сыр ашпай жүрген енді ғана сезді. Араларынан суық жел ескендей, денесі бір түрлі тітіркеніп кетті. Жұмыстағылар бүгінгі күннің жұма екенін есіне салғанда ғана барып, өзінің 3 күн қатарынан тойлап, үйге кеш қайтып жүргендігін білді. Жұма күні мешітке барып жүргендігін де ұмытыпты. Тәубесіне келмек болып бар білер сүре дұғаларын күбірлей жөнелді. Кенет кеше күндіз «Гаухар, жүрегім ауырып тұр, дәрі ала келші» деген есіне түсті. Дәрі апарды ма бұл? Жоқ, себебі қымбатты достары мұны сырасы бар қымбат жерге шақырған еді ғой. «Гаухарым-ау, тек сен менен кетпеші». Тіліне келгені осы ғана болды. Неге дәл осы сөз ойына келгенін де ұқпады. Қызу жұмыс, бүгін бәрі өмірмен қоштасып көліктің астына түсіп, жүрек талмалары ұстап қалғандай неткен қарбаластық. Құмырсқаның илеуіндей құжынаған Алматының тіршілігі бүгін тіпті майда қуырылған еттей қыза түскен. Енді отыра берейін десе пәленше деген жерге деп зулай жөнеледі де дабыл сигналын ойната. Теңселіп жетеді-ау әрең. Тұр былай жолдан. Көлік жүргізе алмайтының бар, неменеге рульге отырасың? Енді сен шықтың ба? Қаш былай, кет былай деймін. Өй, мынау кетеме жоқ па? Қозғалыстағы жолында кездескен көліктердің жүргізушілерімен айқайласу Нұркеннің ашуланғандағы әдеті. Әрине, көлік иелері мұның ондай сөздерін ести бермейді. Бұл терезесін жауып алып, аузын жыбырлатады да жүреді. Жолдағылар бәлендей кедергі келтіріп жатқанда жоқ әсілінде. Сүйіктісінен кешірім сұрамағандықтан өзіне өзі ашуланып, сол ашуының көзіне түскен қыбырлағанның бәрінен алып келе жатқан түрі бұл. Болмашы нәрсеге жедел жәрдем шақыртатын орыстарды түсінбеймін. Қазақ өліп бара жатқанда ғана шақыртады ғой. Ал мыналар не болса соған әурелейді. Біз ойнап жүргендей. Көзіне кірпік түсіп кетсе де 103-ті тере жөнеледі. Ал қазақ болса көзіме қоқым, қыл кірпік түссе тіл салып, қант бүркіп, ем-домын жасап, «Құдайым өзің жар бола көр» деп жүре береді. Аққұлақтар келде көр жағдайымды дегендей шалжиып сені күтіп жатады, саусағын қимылдатпастан. Ана жақта бір қазақ өліп бара жатса, біз соған керек болсақ ше? Бұл да Нұркеннің ашудан туған сөздерінің бірі. Қайда барамыз? Тағы қайда? Кім өмірмен қоштасып, кімді қағып кетіпті? Әй, солар өмірдің құнын, не о дүниенің сұрағын білсе шіркін, сосын өлімге асыққандарын көререм. Машинаны жын қуғандай айдатындарды түк түсінбеймін. Алдында кетіп бара жатқан адамды құс деп ойлайды ғой өздері. Қақпаймын, жете берер, ол ұшып кетеді деп газын баса түседі одан әрі ақымақтар. Сол бір оңбағандар үшін қаншама отбасы ортасына түстей. Ей, сорлы жұмаққа билет тартып жатқандай, машинаны зулатқанда алдында кетіп бара жатқан әкесі, анасы болса қайда дей. 1-ші бөлімнің соңы. Назарларыңызға рахмет.